Даладан үйге кіріп қалсам, бала-шағам обедтен ішіп, төрт көзі түгел ойнап жатыр екен. Сонымен маған сюрприз бар деді. Қарап қалсам мынандай. Ой, фук еткізіп жоқ қып жердім. Ол сюрприз керек емес. Сонымен қамыр илеп, әдемі тамақ істейін деп жатсам, қызым келіп қапты. Анашым, мен сізге көмектесейін деп, мейлі қызым, келіп көмегіңді аяма, көмектес. Онда сен қамыр илейсің дедім. Сонымен қызым тез қамыр илеп бастады. Мен оған бәрін өзім мөлшермен әдемілеп дайындап бердім. Себебі ол бірінші рет істеп отыр. Ренжімесеңіздер, қолдай кетіңіздер. Анашым, әдемі болмай қалса, дұрыс илей алмай қалсам, ұрыспайсыз ба дейді. Ұрыспаймын, себебі сен жаман қылмайсың, сен жақсы илейсің, сен ақылдысың, сен молодецсің деп ол қызымды әбден жігерлендіріп қойдым. Қамырды быт-шытын шығарып иледі, ары лақтырып, бері лақтырып. Сонымен айттым, қызымнан шет-шетіне жақпай, қолына жабыстырмай, әдемілеп домалақ қылып, өзіңнің басын қысатып, әдемі қылып илеші дедім. Сонымен жарайды анашым, қазір көрейін деп намысқа тырысып, қызым деген қамырды илеп жатыр. Сол моментте кішкентай қызым, анашым, мен де деп бір шетінен жағаласып кетті. Сонымен оған айттым, қазір сен пирог пісіресің доча деп едім. Жарайды деп тыныш отырып қалды. Біздің екінші қызымның пирог пісіргенін көргіңіз келсе, екінші видеомызға назар аударыңыздар. Ол үшін бізге тіркеліп, бізді үзбей көріңіз. Сонымен мен оған әңгіме айтып жатқан кезде қызымның қамыры да дайын болыпты. Әбден бас үстінен дедім. Сол үстем менің қолымнан келеді екен анашым деп өзім мәз болып қояды. Айттым, әрине сенің қолыңнан келеді, істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы деп қоям ғой. Үп-үлкен қыз сияқты небәрі жасы 7-де бірінші рет қамыр илеуі. Қолдап кетіңіздер достар, тіркелеп, лайктарыңызды аямай басып. Енді үстінен әбден бас дедім, сонымен оны әдемілеп, қазір бетін жауып, салафанмен басып қоямыз дедім. Орап, жылы жерге қойып қоямыз да, бұдан пигоди істейтін боламыз. Сіздердің назарларыңызға рахмет. Біздің видеоның жалғасын көріңіздер.